Ассаламағалейкум, құрметті достар. Әлеуметтік желіде Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевқа есеп беру кезінде мектеп үшін жер қарастырып жатқанын, бірақ мектеп салуға ешқандай жоспары жоқ екенін айтқан бауырымыз күлкіге қалды. Пландарыңызда не бар? Бар ма бірдеңе? Мектеп салу мәселесі қазір жер қарастырып жатыр, Ерболат Асқарбек. Жоқ, вообще мектеп салуға пландарыңыз бар ма, жоқ па деймін? Жоқ, мектеп салу планда жоқ. Онда не жер қарамасыңдар, онда планда жоқ болса? Осындай видеодан кейін бір жағынан күлкін келеді, бір жағынан жылағын келеді. Басқасын былай қойғанда білім нәрінің бастауы мектептен ақша жеген адамды көрсем, немесе мектеп саламын деп өтірік айтқан адамды көрсем ашуым келеді. Осындай адамдарға қарап айтарым, ауызбен бәрін реттеп, көзді шұқып боясың. Жоспар да жоқ мектепті саламын деп соясың. Анадан да бір жейсің, манадан да бір жейсің. Ауыз салдың мектепке, жегенді қашан қоясың. 5 күндік мына жалғанда дүниеге ешкім тоймаған, өлгенде ғана тоясың.